облысы Жаңаарқа ауданы Ақселеу Сейітбеков атындағы жалпы білім беретін мектептің құрған жобасы. Жоба тақырыбы Қуанышбеков Зейнулла. Қатысушылары 8-ші сынып оқушылары, жетекшісі Төлеубаев. Ұлы Отан соғысының ардагері Зейнулла Қуанышбеков. Біздің зерттеуіміздің мақсаты Зейнулла Қуанышбеков туралы өмір туралы деректер жинап, Ұлы Отан соғысының ардагері екенін көрсетіп, осы арқылы жастарға өнегелі жолын насихаттау. Гипотеза. Ұлы жеңіс оңайлықпен келмеді. Осы жеңіске ат салысқан әрбір тұлғаның есімі тарихта алтын әріптермен түсуі керек. Тұсымыздың жаңалығы ауданымыздың және Ұлы Отан соғысының ардагері Зейнулла Қуанышбековтың өмірін саралай келе, отан үшін от кешкен адам екенін көрсету. Зейнулла Қуанышбеков 1925 жылы шілде айында Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданы номер 6 ауылы Қызылтау деген жерде дүниеге келген. Жастай ата-анасы жетім қалып, Ақмола облысындағы Тайтөбе балалар үйінде тәрбиеленген. Туыстарының ықпалымен 1942 жылы Жаңаарқаға келіп, номер 1-ші Ленин атындағы мектептің 8-ші сыныбын үздік бітірген. Номер 1-ші Ленин атындағы мектеп қазіргі спорт мектептің интернат орны. Мың 1943 жылы 25-ші қаңтарда 18 жасында әскерге алынған. Забайкалье майданының 17-ші армиясында взвод командирінің көмекшісі аға сержант болды. 19 жасында жоғары әскери қолбасшы Сталин алғыс хатымен отличник РРК өз жұмысының үздігі болып марапатталды. Бірінші дәрежелі Ұлы Отан соғысының орденімен жауынгершілік ерлігі үшін Германияны жеңген үшін, Жапонияны жеңген үшін және тағы басқа еліміздің Монғолияны, Украинаны, Ресейді және еліміздің 27-ден астам медальдармен құрметтеледі. Жұбайы Төлеутай анамыз КСРО-ның батыраны атанды. Қазақстан Республикасының алтын алқа иегері 2009 жылы дүниеден озды. Зейнулла Қуанышбеков отбасымызбен бірге. Қазіргі уақытта балалар мен немерелері өмірде өз жолдарын таңдап елімізге қызмет етуде. 9 мамыр 2016 жылы депутаттар Зейнулла Қуанышбековті жеңіс күнімен құттықтауда. 9 мамыр 2018 жылы ауданымыздың әкімі Ержан Асанұлы Зейнулла Қуанышбековті жеңіс күнімен құттықтауда.